Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы ұлттар достығының ұйытқысы. Оқу мақсаты. Коммуникативтік жағдаятқа сай көркем бейнелеуіш эмоционалды, экспрессивті сөздерді және мақал-мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып диалогке қатысу. Пікірталаста тез және дұрыс шешім қабылдай білу. Еліктеуіш сөздердің мәнмәтіндегі қолданысын түсіну. Құрметті оқушылар, Қазақстан халқының құндылықтары тақырыбы бойынша кестеге салып топтастырыңыздар. Енді мәтінді мұқият тыңдап, мазмұны бойынша сұрақтар құраңыздар. Ұлттар достығының ұйытқысы. Екінші тапсырма. Қазір ақпарат құралдарында, теледидар арналарында Қазақстандағы халықтар достығына байланысты әңгіме, сұхбаттар, көрсетілімдер жиі беріле бастады. Өйткені оның өзіндік сыры бар. Қазақ ежелден бауырмал болғандықтан ұлт нәсіліне қарамай жалпы адамзатты жақсы көреді. Ұлы Абайдың адамзатты сүй дейтін қағидасы бар емес пе? Адамдар арасындағы сүйіспеншілік пен махаббатты, қасиетті дініміз ежелден уағыздап келеді. Бойында бұрыннан исламдық рух бар ұлт ынтымақ пен достықты қадірлейді. Кеңес үкіметі құндылықтарының бірі ұлтаралық достықты, ынтымақты алғаш орнаған күннен бастап басты ұстаным етті. Соның нәтижесінде КСРО-да ұлттар достығы қалыптасып, интернационалдық тәрбие барынша жолға қойылды. Қазақстандағы халықтар достығының орнығуы кеңестік саясаттан бастау алып жалғасқанын ұмытпауымыз керек. Қазақстан 100 ұлттың отаны деген қағиданы біз жүрегімізге құйып өскен ұрпақпыз. Қазіргі Қазақстан Халықтар Ассамблеясы туралы айтқанда, оның кеңестік дәуірдегі тарихын есте ұстануымыз керек. Тәуелсіздіктен кейін ол өзгеше сипат алды. Сол кезде қалыптасқан халықтар достығы қазір жалғасып жатыр. Тыңдалым тапсырмасын мұқият тыңдап болсаңыздар, енді мәтіндегі ақпараттар бойынша өз пікірлеріңізді дәлелдеңіздер. Менің ойымша, себебі мен оны былай деп түсіндіремін. Оны мен мынадай деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Осыған байланысты мен осындай шешімге келдім деп өз ойларыңызды айтыңыздар. Жазылым тапсырмасы. 4-ші тапсырма. Мәтіннен шылауы бар сөйлемдерді теріп жазып талдаңыздар. Оқылым тапсырмасы. 5-ші тапсырма. Мәтінді оқы. Мәтінге тақырып қой. Оқылым тапсырмасын орындап болған соң, кері байланыс тапсырмасын орындайық. Сілтеме арқылы өтіп, кері байланыс жаса, немесе QR-кодты сканерлеу арқылы кері байланыс жасауға да болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.